Шыңғырлау ауданында осыдан 9 жыл бұрын тұтас бір ауыл балалар үйінен 25 ұл қызды қамқорлық қалды. Сөйтіп ауыл мектебін сақтап қалды. Әрі сауапты іс жасады. Сегізсай ауылы тұрғындарының бұл игілігі өңірге өнеге болды. Өз туғандары өгейсінсе де өзгенің шапағатын көрген сол балалардың қазіргі хал-күйі қандай? Әріптесім Ардақ Мұратқызы біліп қайтты. Сегізсайға Сұлтан 8 жасында келген. Қазір 17-те көрші аудандағы мектеп-гимназияда оқиды. Алтын белгіге үміткер. Ауылды жатсынбаған ол атасы мен әжесін қатты жақсы көретінін айтады. Отбасыда төртеуміз, мамам, 2 апам бар. Өзім 2 апам дейтін қазіргі таңда Алматыда, кіші апам Алматыда оқиды. Үлкен апам дейтін шетелде оқып келді. Қазір дейтін жұмыс істеп жатыр. Ата үйінен дейміз осы үйде. Осында жиі келіп тұрам, көмектесіп, ойнап, бәріміз бастарымыз қосып, арасында күліп, әзілдесіп аламыз. Сұлтанның туған отбасы болып кеткен Сүйіндіковтер әулеті 2010 жылы қамқорлыққа 3 бала алған. Артур Салтанат есімді ұл қызда осындағы бауырларымен бір атаның баласындай өсіп келеді. Алдында 2 апасы бар. 2 апасы сразу апа деп үйреттік. Апа деп айтасың, 2 апасына інің деп айтасың деп үйреттік. Сонымен келатыр әліңгі дейін. Жаңа Сұлтаным. Жақсы. Міне қазір каникулда, бәрі үйде. Ал Гүлнұр Сегізсай ауылына 1-ші сыныпта келген. Қазір Шыңғырлау колледжінде оқиды. Өнерлі қыз бауырмал әрі мінезі ашық екенін байқалады. Мен актриса болғым келеді негізі. Осы 3-ші курсты бітіріп, қалаға барып, өзімнің армандаған оқуымды оқысам деген ойдамын. Отбасым өте мейірбан жандар. Мен келгелі бері оларды өзімнің туғанымдай қатты жақсы көріп кеттім. Анасы алғаш бала алуға барғанда Гүлнұрдың мама деп алдынан шауып шыққан ел жүріп еске алады. Содан бері туған қызындай көреді. Гүлнұр қызымды 2013 жылы алдым. Оралдан барып алып келдім. Ол кезде алғанда 7 жаста болды қызым деген. Қазір енді 16-да. Енді үйде өзімде деген бір бала бір қыз еді. Тез бауыр басып кеттік кәдімгідей. Келгеннен тек мама, папа әлі солай. Сегізсай ауылына осыдан 9 жыл бұрын 15 атана 18 бала әкеледі. Кейін тағы 7 бала осы мекеннен армандаған отбасын табады. Мақсат мектепті сақтап қалу еді. Қазір балалардың барлығы да осы ауылда. Ешкім жатсынып жыраққа кетпеген. Қазіргі таңда алған балалардың 2-еуі отан алдындағы борышын өтеп келіп, ата-аналарымен бірге тұрып жатыр. Колледж бітіріп келіп, жұмыс жасап, еңбек жолдарын бастап жатқанда, яғни балалар бар. Барлығы да жақсы балалардың үлгерімі, тәртібі, жалпы осы ауылға келгендегі балалардың барлығы да осы ауылға сіңісіп, яғни бір үйдің балаларындай болып кеткен. Бүгінде халық саны азайған шағын ауылдардағы мектептер жабылып қалып жатыр. Бұл бағытта сегізсайлықтар өзгеге өнеге, әрі сауапты ісімен талайды тәнті етеді.